Бүгін біз глюкокортикостероидтерді бастаймыз. Негізінен глюкокортикостероидтер олар бүйрек үсті безінің қыртысты қабатынан бөлінеді, мыйлы қабатынан адреналин бөлінеді, оны білесің деп ойлаймын. Негізінен одан бөлінетін гормон ол кортизол, негізгі гормон. Кортизол ол стресс кезінде бөлінеді, кейін осындай белгілері бар. Осы жерде видеоны тоқтатып түсініп оқып ал. Яғни бұл кортизол глюкозаның қанда көбеюіне келеді. Белоктың ыдырап, оны глюкозаға айналдырады. Организмде майдың сақталуына келеді. Осындай әсерлері бар. Қазіргі таңда глюкокортикостероидтар препарат түрлері бар. Мысалы, жерде фторланған ол дексаметазон, фторланбаған ол преднизолон. Олардың барлығы медицинада қолданылады. Негізінен глюкокортикостероидтың препараттарының маңызы ол осындай үш әсері бар. Біріншісі ол қабынуға қарсы әсер, шокқа қарсы әсер, сосын аллергияға қарсы әсер. Осындай пайдалық жақтары бар. Бірақ кез келген дәрі секілді глюкокортикостероидтарда зиянды жақтары бар. Ол міне ГКС деп жаттап алды, зиянды жағын. Г деген ол гипергликемияға келеді. К деген Кушинг ауруына келеді. Кушинг ауруының симптомдарын көрсетемін. Одан кейін синдром Атмена деген. Синдром Атменаны былай қарапайым тілде түсінсек, ол мына препаратты біз енгіземіз, ол преднизолонды. Оны бірден тоқтатып тастасақ, егер пациентте, онда синдром Атмена болады. Организм глюкокортикостероидті өндірмей қалады да. Яғни сырттан келіп тұрған соң ол организм өзі бөлмей қалады. Соны синдром Атмена дейді. Сондықтан дозасын біртіндеп азайту керек препараттың. Келесі мына жерде Кушинг ауруының симптомдарының белгісі тұр. Қарапайым ғана тілде айтатын болсақ, бычий горб деген бұл майдың жиналуы болады организмде. Оның ішінде битке жиналады, сосын арқасына, ішіне жиналады. Ал конечный деген аяқ қолдар жұқа болғанда арық болып келеді, яғни ол жерде арық болып келеді, сүйектер сынғыш болып келеді, давлениесі жоғары әрқашан. Мен өз практикамда көргенім, мына бронхиалды астмамен ауыратын пациенттер, бізде флютиказон деген глюкокортикостероид бар ғой, соны қолдана бергендіктен осындай май жиналып бастайды. Ол пациент енді бронхиалды астма болғандықтан көп жылдар бойы себеді ғой жаңағы затты, спрейді, глюкокортикостероидті ашылу үшін, одышкасын басу үшін. Бірақ ол постепенно сен пациенттен байқайсың, ода бычий горб пайда болады, ішінде май жиналып бастайды. Сондай побочный эффекттері бар глюкокортикостероидтердің. Осы жерде барлық маңызын айттым деп ойлаймын. Егерде түсінбеген жерлерің болса, комментарий жазып кетіңдер. Мен негізі бұл глюкокортикостероидтер туралы қысқа мағлұмат бердім. Қазіргі таңда қысқа тез ақпараттар адамға сақталады да, 20 минут айтып отқан жайдан сайын. Сондықтан сіздерге ұнады деп ойлаймын. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Әлі барлық қызық алда бұйырса.